Біздің нанымдағы 13 жастың орны бөлек. Ол уақытта бозбала алғашқы мүшеліне кіреді. Осы кезеңдегі ұлды халқымыз отау ұстап мал бағар шаққа жетті десе, қызды ожау ұстап қазан қайнатар жасқа келді деп есептеген. Жел тұрса қамыс буынынан шартсынады. Сол секілді мүшел жаста адам өмірінің буыны деп жорыған. Сонысымен де қатерлі деп ойлаған. Баланың алғашқы мүшелінде құрбан шалынып садақа береді. Жақсы киімдерін ырым етіп таратады. Халық даналығы бойынша бірінші мүшел 13 жастан басталып, кейін адам баласы әр 12 жыл сайын жаңа мүшелге шығып отырады. Қазақ халқы мүшел жасқа толғанда жалғыз өзі ұзақ сапарға шықпайды. Өйткені мүшел жаста адам әлсіз күйде болады. Қауіп қатердің арасында өмір сүреді деп ырымдаған. Одан қалды қазақ мүшел жасында сәнді киініп, көрікті болып көзге түспейді. Себебі ондай жағдайда тіл мен көз тез тиеді деп қорыққан. Мүшел жастағы адамның бір аяғы көрде, бір аяғы жерде болады дейтін сенімде бар. Болат Бопайұлы, этнограф, жазушы. Мүшел жастағы тағы бір ырым той тойлауға қатысты. Ерлер бұрынырақта 25, 37, 49 жастарында үйленбеген. Бір жыл кейін не араға бір жыл салып барып шаңырақ көтерген. Қыздар да солай. Мүшел жаста ұзатылса, мал дүниесі шашылып, шаңырағы шайқалады деп есептеген. Тағы бір қызық дерек. Мүшел жастағы қазақ біреудің үйінде түнемеуге тырысыпты. Егер қонса, сол шаңырақта не сорым қалады, не бағым кетеді деп байлам жасаған.